Сәлем достар, ауызда еритін өте жұмсақ және дәмді болып шығатын гуляш дайындаймыз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге 300 грамм сиыр еті, 1 пияз, 1,5 стакан күріш, тамақ қызартатын томат, 1 шай қасық ұн керек болады. Етімізді де көбік формада турап аламыз. Етіміз кішкене мұздап тұрғанда жақсы кесіледі. Гарнирге күрішті жуып, мұздай суда 15-20 минут пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, пиязды қуырып аламыз. Кішкене қызарған соң етті салып қуырамыз. Тұз салдым. Жай отта 20 минут бұқтырамыз. Қара бұрыш, чеснок, кориандр қостым. Сосын томатная паста саламыз. Шай қасық ұнды жарты пияла суға араластырып, қуырып жатқан еттің үстіне құямыз. Тағы 1 стакан су құямыз. Үш 5 минут қайнаған соң астын өшіреміз. Осылай әдемі советский гуляш дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Дайындап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау саламат болыңыздар.